Джордж Стини, жасөспірім, ол бір ғана айыптаудан соң өз өмірін жоғалтқан. Джордж Стинидің оқиғасы 1944 жылы Америкада басталды. Сол жылы Америкада расизм өте өршіп тұрды. Қара нәсілді адамдар әлі де толық құқықтарға ие болмады, және олар көп жағдайда ақ нәсілді азаматтардың алдында теңсіздіктерге тап болатын. Олардың көбісі ақтарды кінәлау мен қудалаудан қорықпау үшін өз құқықтарын қорғай алмады. Сол кезде екі ақ құба қыз, Бетти Джейн Бенджамин және Мэри Эмма Тернер жұмбақ жағдайда өліп, Джордж Стини оларды өлтірген деп айыпталды. Құрметті көрермен, мен Керемет ТВ арнасын қайта қолға алып жатырмын. Бұрынғы белсенділікке жетуім үшін сенің көмегің керек. Осы видеоға лайк басып, пікірге кез келген сөз жазып кетсең үлкен көмек болар еді. Рахмет. Жасөспірімнің жасы небары 14-те болғанымен, сол кездегі сот жүйесі оған аяусыз болуға шешім қабылдады. Джордж Стини көп ұзамай заңды түрде өлім жазасына кесілді. Ол өзіне тағылған айыптарды мойындамады, бірақ тек қана сол кездегі жасы мен жағдайы оны қорғауға жеткіліксіз болды. Оның соты өте жылдам өтті, және бұл тек қана 1 сағатқа созылды. Оған қорғаушы да тағайындалмады, және оның өтініші бойынша ешбір зерттеу жүргізілмеді. Джордждың соты нақты дәлелдерсіз өтті. Ең қорқыныштысы, ол кезде бәрі таң қалдыратын оқиғалармен қоса, оның ақырғы үкімін орындау үшін қолданылған әдіс. Оны электроток арқылы өлтірді. Джордж Стинидің кішкентай денесі үшін электр тізбегі тым күшті болды, ал ол өмірінің соңғы сәттерінде толығымен жалғыз қалған еді. Электр тізбегінің қаншалықты күшті екенін елестету қиын, бірақ бұл әдіс оны қинап өлтіру үшін өте күшті еді. Соттың әділетсіздігі соншалықты айқын болғанымен, Джордж Стинидің ісі ұзақ уақыт бойы назардан тыс қалды. Оның ісі тек бірнеше онжылдықтардан кейін 2014 жылы қайта қарала бастады. Оның үкімі дұрыс емес деген пікірлер көп айтылды, және көптеген сарапшылар оның жазасы тек бір ғана факторға, яғни оның нәсіліне байланысты болғанын атап өтті. Оның ісі мен үкімі бүкіл Америка қоғамында үлкен толқулар туғызды, және осы жағдай мемлекетте әділетсіздік пен расизмнің қаншалықты терең тамыр жайғанын ашып көрсетті. Джордж Стинидің өлімі өз кезегінде көптеген сұрақтар мен ізденістерді туғызды. Ол жай ғана бір жасөспірім емес еді, ол сол кезде жүйенің құрбаны болған, әділетсіз қылмыстың символы болды. Ол кейбір адамдар үшін әділеттің жоқтығын, ал басқалар үшін қандай да бір түрде болашақта жеңіске жету үшін күресуді көрсеткен тұлға болып қалды. Қарап отырсақ, Джордж Стинидің ісі қазіргі замандағы сот жүйесінің әлсіз тұстары мен кемшіліктерін жақсы көрсетеді. Көптеген мамандар сол кезде болған жағдайдың қандай да бір формадағы қателік болғанын айтады. Бірнеше жылдан кейін оның ісі қайта қаралған кезде әділетсіз үкімді заңсыз деп санады, бірақ өкінішке қарай, сол уақыттағы жағдай Джордж Стинидің өмірін қайтармады. Джордж Стинидің ісі бүкіл әлемдегі расизммен күрестің символы болып қалды. Бұл оқиға бізге әділетсіздіктің қаншалықты қиратушы күшке ие екенін және адам құқықтарының қалай қорғалуы керектігін үйретеді. Бұл оқиға тек қана өткен уақытты ғана емес, қазіргі әлемді де ойлануға мәжбүр етеді. Сіз қандай ойдасыз? Джордж Стини шынымен кінәлі болған ба, әлде ол тек әділетсіздік пен расизмнің құрбаны болды ма? Пікіріңізді бөлісіңіз.